финалда кім 1 миллион теңгені өзімен бірге алып кетеді? Біз осы шығарымда білетін боламыз. Кім ғой мынау? Кім? Талай финалды студент еткен. ММДен Азайти 1 миллион Сулейфа. Ербол бірінші. Қайыр бірінші бастай. Сулейфа. Ербол жоқ, сен ермес. Екінші Мәке. Мәке Ой, қыздар футболын қарамайды екенсіздер сіздер. Білмеймін. Білмейсіз бе? Принц дейсіз. Дұрыс, Бергит Принц. Тамаша. Соңғы жауабыңыз болды, Ербол. Донарума. Дұрыс емес, қарсыластар. Келар Навас. Дұрыс емес, Мәке. Сиригу шығар? Сальваторо. Сиригу. Менің подсказкамды пайдаланып. Тамаша. Ассалаумағалейкум, құрметті Спорт Плюс YouTube арнасының көрермендері. Міне дегенше біздің Лимон шоудың финалдық шығарылымы бүгін жаңа жылға ойластырылған шығарылымыз, және біздің финалдық шығарылымда өте футболды білетін, жақсы білетін қатысушылар, финалистер бар. Ендеше көп созбай біз финалдық шоуымызды бастайық. Марат Достаев, алғашқы финалист. Мәке, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Сіздің сол жағыңызда елімізге әйгілі спорт журналистерінің бірі Ербол. Неге? Әлемге танылған Ербол Қайыров. Ербол. Және де арамызда сол енді спортта, футболда енді өзін көрсетіп дамытып жүрген медиа тұлғамыз Бек Шымат. Бек, қош келдің. Жалпы осы Лимон шоудың бірінші маусымдағы ең көп ұпай жинаған осы Бек қатысқан шығарылым болды. Себебі оның алдын ала жауаптары болды. Алдын ала жауапын беріп қойдық, сонда Бек бірінші орын алды, және финалда Бек бірінші орын ала ма? Және финалда кім 1 миллион теңгені өзімен бірге алып кетеді? Біз осы шығарымда білетін боламыз. Ендеше әдеттегідей маған бүгінгі шығарылымда көмектесетін, атмосфераға жауап беретін менің досым Қайнар Әлетаев. Қайырлы кеш, құрметті достар, барша қазақ елінің футбол сүйер қауым баршаңызды алдыменен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын, және көптен күткен біздің финалдық түсірілім баршаңызға сәттілік, жүзден жүйрек, мыңнан тұлпар жеңсін, бәріңізге жеңіс тілеймін. Жаңа жыл демекші, әрбір қатысушыға бізде сыйлық бар, өйткені бұл жаңа жылдық атмосферада бұл жерден миллион алмасаңыздар да бір сыйлықпен үйлеріңізге қайтуға болады. Ендеше сыйлық студию. Мінекейіңіз біздің Спорт Плюс YouTube арнасына міндетті түрде жазылыңыздар. Бұл жерде біздің жейдеміз және шопер бар. Бұл жерде размерлеріңізге қарайық, өйткені SK размер бар. Ең кішкентай мысалға Бек сізге деп па, қалжыңдай? Менің размерім SK ғой сол. Мінекейіңіз бұл пойызда базарға жүрдім ғой. Бересіз. Бұны Бекке бере салыңыз. Қиылады ғой. Бұл Мәке сізге. Ең үлкен размер, және орташа размер біздің Ербол Қайыров мырзамызға. Құтты болсын жаңа жыл. Рахмет. Ал енді барлығын білесіздер, өздеріңіздің қатысқан шығарылымда ұтып алдыңыздар, сенбі түрде ұттыңыздар. Көптеген жанкүйерлер жазды, мына жігіт ұту керек еді, басқа неге ұтпады. Бұл жерде енді бізде 5 іріктеу ойыны болды, және сол 5 ойынның әрбір жеңімпаздардың арасында ең кім көп ұпай жинады, сол финалистер міне біздің қатарымызда. Мәке арнайы Шымкенттен келіп отыр, Ербол арнайы Германиядан келді, Бек міне жақын жерден бір көрші жолдың ар жағынан келді. Ендеше құрметті көрермендер, көп созбай бастайық, бізде бірінші айналым. Әдеттегідей бізде ешқандай өзгеріс жоқ. Бірінші айналымда әрқайсыларыңызға бір сұрақтан қойылады, және бір сұраққа байланысты дұрыс жауап берсеңіздер, өздеріңіздің еншілі бір ұпайларыңызды аласыздар, әрқайсыларыңызға 5 сұрақтан беріледі. Біз бастаймыз, сәттілік. Ең бастысы бұл жерде қай реттілікпен бастаймыз. Өйткені сіздер құрметті көрермендер көрген шығарсыздар, біз әрбір қатысушыға бір жеке сұрақ дайындамаймыз, тек қана ретімен кете береді. Сондықтан жігіттер таңдаңыздар, кім бірінші болып бастайды, кім екінші, кім үшінші. Алыстан келіп отыр ғой, Мәке бірінші бастасын, бізде. Ербол, келісесіз бе? Басқа қаладан келіп отырған саны бойынша. Екінші кім болады онда? Ерекең, біз осылай айнала берейік, шатасып қалмау үшін. Егер алыстан келгенін есептейтін болса, Ербол бірінші бастайды, Германиядан келіп отыр. Сондай ма? Кешіріңіздер. Ербол бастасын шүрді. Ербол Дортмунд қаласында тұрады ба, Германияның. Ендеше, құрметті көрермендер, біз бастаймыз. Бірінші айналым, бірінші сұрақ, жауап беретін Марат Достаев. Мәке, биыл білесіздер, жаңа турнир болды. Қазақстанда өте ауқымды, ақшасы көп берілген, жаңашыл Қазақстан Лига Кубогы деген турнир. Сол турнирге ойластырылған сұрақ. Сол турнирдің алғашқы матчында қай командалар өнер көрсетті? Тарихта қалды.
Қай турнирде? Қазақстан футбол Бірінші турнирдағы лига жалпы кубогы ғой. Финалында ма? Дебютный Жоқ, финалында емес. Финалында енді Бірінші біздің- ойын. Жеңіспен Астана ойнаған деп. Тұран Түркістанда ойнаған. Енді сол турнирдің алғашқы матчында, тұсаукесер матчында кім ойнады? Қай командалар ойнады? Қат бәрекелді. есебі 2-0 деген есеппен тіркелген. Ол ешқандай көмек көп тұрған жоқ. Ең болмаса Мен қазір бір подсказка берсем жауап шығып қалайын деп тұр уже. Атақты команда екеуі де. Екеуі де чемпион болған. Өтеуі де команда. чемпион. Бір команданың атынан біздің Астана қаласында көше бар. бәрекелді. Не деген керемет. Қай Мұхамедханова десең. Қандай дейді? Қай Мұхамедханова десең. Көшенің аты. Ондай команда бар ма десең. Іздеп Так, ойланып көрейік. Фука Мұхамед Ойланып уақыт Ойлаңыз, болса. бұл жерде бірінші айналым бір-ақ ұпай беріледі, уақыт көп. Ойлаңыз, айтыңыз. Ол не ма? Сол жоғарғы лиганың командасы. Екеуі де, Екеуі де действующий жоғары лиганың командасы. Енді Футболда анша-мұнша екі чемпион дейді ма? анша-мұнша команда бірінші матчты аша бермейді ғой, Мәке. Онда білмеймін, екі чемпион болса Астана мен Қайрат шығар. екеуі бір топта ойнады ма? Бір Ол топ екеуі болса, ойнаса енді иә. ол сұрақты сіз білу керексіз. Сіздерге құрметті көрермендер жауап беруге болмайды. Тек қана жай Мен бір білмеймін. қатысушы Жауап білмейді. берген менің ойымша Білемін ғой, біліп тұрмыз ғой енді. біліп тұрсыңдар Енді ғой мен енді. біліп тұрған жоқсыз. Бір- мен подсказка бір- берейін. Енді сіз біреуі беріңіз, біздің Дәнді өлкенің командасы. Тобыл Астана болсыншы. Соңғы нақты жауабыңыз Тобыл Астана. Астана. Дұрыс емес, қарсыластар, сізде жай ғана мүмкіндік бар. Жеңіс Астана. Бірінші ойында. Иә. Жоқ. Екеуінің жауаптарын қоссақ Екеуі қоссаңыз да дұрыс болады. Жеңіс Тобыл. Жеңіс Екеуі Тобыл ма? бірінші Победа айналымда. дейтін көше бар. Жеңіс Астана соңында кездескен жоқ па әйтеуір, иә? Финалда жаңа айттым ғой, Адам Түркістанда. көңілін қалдырасыз, 12 мың теңге беремін деп адамды алды. Кеттік ендеше Жүз сұрақ маған ғой берді. Бірінші Иә. сұрақта ешкім ұпай алмайды. Мәкең енді аузына салып бердік, шайнау ғана болды. Айтпадым, сен Екеуіңе жарт-жарттан берейік. Жоқ, Тобыл екенін таптым да соң. Дәнді деген кезде. Нөл Қайсар де деп бес жүрсің. беріңдерші. Тобыл деген көше жоқ қой Астанада. Жеңіс деген көше бар ғой. Победа. Жоқ, Тобылды айтты ғой, бидайлы өлке деді ғой. Дәнді біреуін өлкеде- берді, Дәнді екіншісін. деген көше бар ғой. Қостанай ғой. Сланцы мен буырайын. Мен ертіс, есіл деген көшелерді қарап отырмын ғой. Ол екеуі де жоқ қойшы. Юго-Востокта не істеп Жоқ, жүрсіз? дәнді өлке деді ғой. Кеттік ендеше екінші сұрақ Ербол Қайыров сізге арналады. Осы турнирде ең көп гол соққан футболшы кім? Осы жарыста. Негізі Осы Мәкең жарыста, сізге иә. екінші бастау керек еді. Лига кубогы. Алғаш рет Айттым ғой, өтті. Германиядан келгендер бастай берсін дедім сізге. Чемпионат- Жоқ, енді балдар. Чемпионат келгенде бастап Мен алды. айтқан жоқпын, балдар. Өздері ұсынды. Тыныш, Ербол, сұрақ сізге. Осы турнирде ең көп гол соққан футболшы. Қазақстандық емес. Мықты подсказка бердіңіз. Пока бізде қазақта ондай футболист толған жоқ. Жоқ, енді толған шығар енді. Толған жоқ болғандай, жоқ та пока. Әзірше жоқ енді. Әзірше жоқ. Әлі болмайды ау. Түсінбедім қалайша. Жоқ, сіз бізге назар аударма. Әйге, сол сөйлес, подсказка. Біз семейный әңгіме просто. Жай диалог бізде. Қазақстандық емес. Проблемный бізде не ғой? Футболист бар ғой бізде, бомбардир болған, қазақстандық емес. Мысалы кім? Криштиану деп. Вообще апарып тастасаң бар. Жоу Пауло ма? Соңғы жауабыңыз ойлаңыз тағы. Нилтон Мендес десе. Не? Қатты кетті. Қатты кетті. Кешіріңіздер. Кешірім сұраймын. Сол турнирде ең көп гол Так, соққан футболшы? Ербол. Жоу Пауло. Жоу Пауло, тамаша. Міне бірінші ұпай Жоу Пауло. Оп, 4 гол такой соқты. 4 гол соқты. Ерболдың еншісінде 1 ұпай. Бекшмат. Бекшмат, турнирдің алғашқы жеңімпазы Астана командасы екеніне бәріне белгілі. Ал жартылай финалда Бабаян шәкірттері кімді ұтып финалға жолдама алды? Сіздер бірінші айналымда негізі оңай сұрақтан бастау керексіздер ғой негізінде. Жоқ, сіздер енді Мынау финалистер Астана топсыңдар. бес Жоқ, финал ғой. Финал. Бұл жерде сұрақтар оңай болмайды, сондықтан дұрыстап Не ол ойлану. лиганы Ол көрмеген. команда премьер-лигаға биыл ғана қосылды. Бұл счетты айту керекпін ба мен? Жоқ, Қай Бабаян командамен командасы. ойнады? Есеп гол салынбады. Жоқ. 0-0 болды да пенальти сериясымен шықты. Бұл аты шулы команда. Бабаян Астанасы және екінші команда Кімге Иә, қарсы кім- ойнады кімге жартылай қарсы финалда? Ойлаңыз. мен жартылай финалда Астана мен Елімай ойнағанын білемін әйтеуір. Соңғы жауабыңыз? Елімай? Елімай, дұрыс міне. Осылайша Бек Бек Смат. алғашқы ұпайын бірінші айналымда
ие болды. Ербол сен білдің бе оны? Білдің? Өте нашар ойындар болды ғой, 2 ойында 0-0 Сесен болды. пенальти. Иә, пенальтимен Сесен алып шықты командасы. Мәке. Мәке, енді келесі сұрақ өзіңізге. Бұл енді бір оңайырақ сұрақ, бірақ енді ойлануға тура келеді. 2024 жылғы Еуропа чемпионатында үшінші орын алған 2 команда бар. Олар қай командалар? Евро 2024. Биыл Германияда полуфиналда, жартылай финалда ұтылған 2 команда. Кім ұтып өзі? Испания мен Англия ойнады финалда. Испания мен Англия ойнады. Ербол келіп отқан қаланың көршілерінде орналасқан. Бәрі көрші ғой сол жақ. Бәрі көрші. Бәрі көрші. Жан жақтан қарасан. Испания біреуді ұтты, Англия біреуді ұтты. Біреуі действующий чемпион мира. Сізге подсказка беріп қойды. Жоқ, француздар ғой білеміз ғой. Екіншісі. Француздарды біліп тұрмыз. Екіншісі есіме түспей тұр ғой. Екіншісі біздің не ғой? Чу сияқты қала ғой. Қалай мына ойлануға болады мына сұрақтың жауабына? Ұзақта кездесу. Атақты кекстер бар. Нидерланды. Нақты соңғы жауабыңыз? Нидерланды. Яне? Есіме түсті. Кім Яне, екінші команда? Франция. Дұрыс, тамаша міне. Мәке, алғашқы ұпайыңызды через чу әкеп бердім ғой сізге. Через чу. Тамаша. Кетіп жалғастырамыз. Сәл осындай сұрақ, осындай подсказка берсеңдерші. Келесі сұрақ Ербол өзіңізге. Сол Евро чемпионатында финалда гол соққан футболшыларды атаңыз. Жалпы финалда кім ойнады? Англия, Испания. Есеп қандай болды? Содан бастайық. Есеп енді ол бірақ 1-1 финал болды ғой. Қанша болды? 6 гол соқты. Сосын демек 3 футболшы гол соқты, иә? Иә. Сол 3 футболшыны атамыз. 3 футболшының Палмер. үшеуі де. Палмер, Англия, есепті теңестірді. Теңестірді. Бірінші голды кім соқты? Ағайынды футболистердің біреуі. Талант. Кім аты жартылай қорғаушы енді? Наполиде ойнаған. Жоқ. Ой, это. Испания. Есепті таптыңыз, 2-1 Испания ұтты. Палмер салды, заменадан шығып, ал бірінші голды бірінші таймда осы жігіт салды. Фабиан Руис емес па? Ау? Фабиан Руис. Жоқ, Фабиан Руис. өте талантты. Үшінші голды енді. Кім Ямаль соқты? Ямальға тағы жанында талантты. Иньяки. Фамилиясы? Уильямс. Ал Джеймс голын кім Жеңіс гол енді өте керемет. голды. Жоқ жерден. Сол мен настроем құртқан гол еді, мен Англияға балет дедім. 87-те болды. Жоқ жерден ұрып кетті. Жоқ жерден. Заменадан шығып Джокер ғой. Кім? Сонымен? Жақында болған өзіңіз сол ойында қызмет атқармадыңыз ба? Комментатор болған Мен жүргіздім. Жүргіздіңіз бе? Шығып кеттік кім болса. Сен көп ойын жүргізесіз ғой, есіңізден шығып. Соңғы бір подсказка берейін. Аяғы өте дәу футболшы. Аяғы өте дәу. Біздікі 42, 45-46. Арнайы бұрысты келеді. Златан десе. Реал Сосьедад командасының ойыншысы. Сосьедадтың ойыншысы? Субименди. Жоқ, бұл Ояр Сабаль. 2-1 есебімен осылайша тамаша есеп алынбайды. Есепке алынбайды, бірінші қателік. Бек алдыға шығып кетуге өте тамаша мүмкіндік. Сол Евро чемпионатында Албанияның бас бапкері кім болды? Бәрі біргейде қарап қоямын. Мен науым вообще шынымен осындай сұрақ па? Албанияның бас бапкері бар ғой? Өте атақты. Бұл футболист бұл. Иә. Францияда ойнаған бұл футболист. Кезінде Францияның шабуылшысы болған. Или Бразилияның ба? Сол Бразилия дегенге кеп тұр жобасы. Жоқ, бұл мен білем, бұл футболист болды, атақты. атақты. Қойғанда бір жақсы, ортан қол футболшы болды. Неймар сияқты болған. Лизаразио деген сияқты бір андай бір атақты футболшы болды. Соның позициясында ойнаған. Мен Лизаразионың қандай позицияда білмеймін мен. Қорғаушы. Қорғаушы ма? Флангы қорғаушы. Кезінде мен саған тағы бір подсказка берейін. Бұл жігіт Арсенал Барселона ойын есінде ме? 2-де ұртатын кезде. Иә, билетте гол салды ғой ол кезде. Сол жерде қатысы бар ойыншы. Матчта болған балаңда сол кезде. Не сияқты екен? Жауап беруге бола ма? Қазір жауап бекті күтіңіз. Бұл жерде жауап бергім саған естілмейді ғой бәрі. Онан басып анау не екен? Менен ана вообще подсказка футболға қатысы жоқ. Роналдиньо дегенге ұқсайды екен, е? Бір-екі әрін ауыстырсаң шығып тұр екен ғой сізде. Сонымен Бек, Евро 2024 чемпионатында Албанияның бас бапкері болған. Бұл ұлтын айтыңыздаршы. Бразилиялық. Айтып тұрық қой, бразилиялық. Роналдиньоның кеп тұр деп тұрық қой. Так. Телефон жоқ сізде ме? Билетти Маркес. Қазір.
2 3 өкінішке орай жауап жоқ. Сильвиньо. Міне тамаша. Бұл Сильвиньо. Бірақ ұпай ешкімге берілмейді. Пока ұпай. есеп 1-1. сұрақтар Теңестіңіздер. Албанияның тренері деген сұрақ Жоқ, қиын емес па? жоқ білем Оңай атақты ғой. футболшы екенін да оның. Кеттік. Келесі сұрақ. Еңсеңізді түсірмеңіздер, бұл тек қана басы, бірақ ұпайдан көбісі енді барлығы 3-ші турда шешіледі ғой. Дегенмен де, Ньюкаслдың қазіргі таңдағы АПЛ-дегі ең үздік бомбардирі кім? Ньюкасл. Жаңа қорған қазақшасы. Анау Дин деген өқті ойнамайды, иә? Дин деген ол неде ойнады? Қорғаушыдан Уотфордта бастап ойнады. кеттіңіз. Ноттингемде ма біреуден? Уотфордта ойнады. Қорғаушыдан бастап кеттіңіз. Ең үздік Жоқ, Дин бомбардирі. емес. Бұл деген мен сізге таза. Шарп. Сол емес па? Жоқ, біледі. Мәке, Ол сізге Ноттингемде ойнайтын ба еді? Ол Вуд Мәке қой. сізге Вуд ғой. таза бір қазақша не берейін бе, подсказка. Ишак дегенге келеді. Кімді? Исакты айтып жатыр ғой. Александр Исак, дұрыс, иә. Тамаша. Енді келесі, Ербол. Вуд деген кімді ойнайды, еді? Тоттенхэмнің қазіргі таңдағы АПЛ-дегі ең үздік бомбардирі. Тоттенхэмнің Иә. Тоттенхэмнің қазіргі таңдағы АПЛ-дегі ең үздік бомбардирі кім? біліп тұрмын, бірақ та подсказка керек болып тұр ғой. Подсказка керек болса, мен айтайын, бұл жігіт Қазақстан ұлттық құрамасына қарсы іріктеу кезеңінде ойнайды. Ойнады. Ойнайды. Ойнайды алдағы Иә, уақытта. алдағы уақытта. Фамилиясы. Атына қарағанда фамилиясы атақтырақ футболист. Иә, өте талантты Жалпы жігіт. Тоттенхэмде атақты игрок жоқ қой. Уэльс құрамасында ойнайды. Уэльстің қазір бетке ұстар, Гаррет Бейл кеткеннен кейін кім болып отыр қазір бұл жақта? Айырып жатыр ғой қазір Тоттенхэмді. Мон дегендерін шап жанында қалып қалды. Енді мынадан кейін енді білмеймін. Мен айтсам бола ма? Жоқ. АПЛ қарайсыз ба? Миллион жалпы? ұтқын кеп тұр. Қараймын, фамилиясы есіме шығып Он кетті. екінің беремін. Ең Атақты, құрама командасының ең қымбат ойыншысы ғой. Иә. Дәл солай, міне. Жақында өзіңіздің сайтыңызда сол туралы шығардыңыз. Пачока шықты, Доку шықты, және осы жігіт шықты. Міне. Және бұл кім? Бір Соңғы подсказка берейін, бұл фильм бар. Фильм бар. Иә, андай бір не іздейді ғой, Амазонкаларда бір типа не бар, Джеймс Бонд бар, и Амазонкаларда там ана сен футболдан шығып кеттің ғой. Жоқ, енді ол білмей жатыр ғой, фамилиясын жауабымен. Бұл сосын бір футболшы бар, постоянно Касталон бар ғой. Қалай? Касталон футболшы бар. Кім елдер жауабын айтасыз? Бәрін айтып бердің. Кім? Киносына айтып бердің ғой. Кім бұл? 1 2 3 жауап. Ербол, жауап бар ма? Любой біреуді айтасыз. Есіме шығып кетті оның фамилиясы. Бреннан Джонсон деген Джонсон, футболшы. иә. Міне. Тамаша, ұпай ешкімге берілмейді. Кеттік, Бек. Мен Пока солянкама Мәкең деп ойладым. алдыда. Джонсон примерно я Иә, Бек. Эмюдің қазіргі таңдағы АПЛ-дегі ең үздік шабуылшысы, бомбардирі. Мына ойлану мұнда керек жоқ. Бұл андай Олар гол ұрып андай бір сұрақ қой бұл. Қазбалау керек, ойлану керек сұрақ. Магуайр емес па? Бұрын айтсал үшін Криштиану Ол Роналду братан деп. өз-өзін ұрған есептелмейді. Уэйн Руни дегендер. Қазір Өз-өзін ұрғандар есептелмейді. өзі айта алмайсың. Бұрын Эмюдің оңай бір ғой жағы. енді бұрын айту қазір кім көрінген гол салып Жоқ, Эмюде ең бір қызық, әрбір турнирде бомбардирлер бөлек болып тұрады ғой. Лига Европада бөлек, мысалға ана жерде бөлек, мына жерде бөлек. АПЛ-да ең үздік бомбардирі. Жас біздің ұлттық құрамамен ойнаған ба? Жоқ. ұлттық құрамамен Ойнамаған иә. ойнамаған, бірақ командасы ойнаған. Бұл Криштиану Роналдуға еліктей ма? Жоқ, Гарначо деп айтсаңыз, ол Гарначо емес. Анау кім шығар? Маған айтып Айтпаңыз, алмайды. сізге айтуға болмайды. Бұл Бекке. Бұл Бұл енді сіздің өзі қазір қарсыласыңыз. Эмюда Манчестер Юнайтед десең өзі бір игрок қана еске түседі ғой жалпы. Бұл онда егер маған салатын болса мен Бруно Фернандеш деймін онда. Онда сен қателесесің деп айтып қойсаң. Соңғы жауабыңыз, ойлаңыз. Эмюдің қазіргі таңдағы АПЛ-дегі ең үздік шабуылшысы. Қайнар болды. Сәл травма. Бұл андай бір травма мешает етіп жүрген игрок. Иә, бұл үш қатысушысына сізге ең оңай сұрақ келді негізі. Ойлану Жоқ, керек. наоборот, маған келген кезде ең қиын отыр, жаңа біліп отырмын да осы кісінікін. Ұйқаспен жауап берші бауырым. Ұйқаспен жауап берсем бұл сөзіме деп менде вариант жоқ, менде Маркус Решфорд деймін. Соңғы жауабым болды, басқа Нақты жауабыңыз? Маркус Решфорд деймін. Дәл Маркус Сен Решфорд. вариантың дұрыс болып тұр ғой. Бұл Тамаша, Маркус тамаша. Решфорд. Ұпай. Марат Достаев 2 ұпай, Ербол Қайыров өкінішке орай 1 ұпай. Кеттік. Тағы да екі сұрақтан бар. Ендеше Мәке өзіңізге. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан құрамасы қай командамен ең көп рет кездесті алаңда?
90 демек 92 жылдан 91-ден бастап бері қарай 91-де ойнаған жоқсыз? иә 92-ден бастап 92-ден бастап Қазақстан құрамасы қай құрамаға қарсы көп ойын өткіздіңіздер? Азияның командасы ма? жоқ Европалық па? Иә. Енді біз Европаға көштік қой 2002 жылы. 2002-ден былай қарай. Жоқ. 92-ден бастап Өзбекстанмен кездестік 8 рет, Қырғызстанмен 7 рет кездестік есімде. Несіге Марани давление жасап отыр. Давление емес қой, не ғой. мен Сен жауап бермейсің ғой бұл жерде. мен сізге бір подсказка берейін. Біздің Батыс Қазақстанмен көршілес мемлекет. Ең көп осы мемлекетпен кездескен. Батыс Қазақстанмен көршілес Ресей ғой. Батыс Қазақстанмен. Каспийді алдыңыз. Каспийді айтып Кім ғой? Каспийдің ар жағы. Азербайжан. Азербайжан деп айта саламын. Каспийді. Азербайжан шапалақтап бұл Азербайжан құрамасы. Азербайжанмен ба не көп? 12 рет кездескен Қазақстан құрамасы. 12-ның біразын ұтты ғой еще біздікілер, иә. 5-ін ұтты. Саны гридиндердің көп баратын кезі ма? Сол кездер ғой. Ербол, сізге сұрақ. Қазақстан чемпионатын жалпы неше клуб ұтып алды? Қазақстан чемпионатын Иә. Деп үйтіп баса Неше клуб? бәле қоя. Санауымызға болады. Бұл тек қана өзіңізге арналған сұрақ. Ешкімге ұпай кетпей десеңіз ешкім кетпейді. Айта беріңіз. жеңіс. Неше клуб? Неше клуб ұтып алды Қазақстан чемпионаты? Астана, Қайрат, Тараз, Жеңіс, Тобыл, Ордабасы. Шығыстан бір команда бар. Ордабасы. А? Шығыстан команда бар. Елімай, Четі, Ақтөбе. Орталықтан бір команда бар. 8, Шахтер 9, Сосын тағы Шахтер 9. Қайсар болған жоқ? Қайсар болмады. 9. Тобылды айттым. Астана, Жеңіс, Тобыл, Елімай, Ордабасы, Шахтер, Ақтөбе, Елімай, Тараз 9, Қайрат 10. Сонымен 11 десе. Сонымен Каспий дейді. Локомотив, Алматы дегендер ұтты ма? Ұтқан жоқ. Қайрат екі команда деп саналады. Қайрат ЦСКА мен Қайрат не? Жоқ, біреу. Қайрат біреу. Жетісу болған ғой. Соңғы нақты жауабыңыз. Ордабасы, Қайрат, Астана, Жеңіс, Тобыл, Елімай, Шахтер. Шатасып кеттім. Батыста Ақтөбе, солтүстікте Тобыл, Астана, Жеңіс, орталықта Шахтер, Елімай, Шығыстан, оңтүстікте Қайрат, Тараз, Ордабасы. Бір команда қақ етіп отыр? Бір команда Елімай екі рет айтып жіберді. А? Елімай екі рет айтып жіберді. Бір-ақ мәрте айтты. Жоқ, дұрыс келе жатыр. Не? Дұрыс келе жатыр. Тағы бір рет. Ертіс қой енді. 10. Ертіс. 10 команда. Дұрыс, тамаша, міне 10 команда бәрін айтып тұрсыз. Бек, бұл сұрақтың жауабын білдіңіз бе негізі? Жоқ. Білген жоқсыз. Таразды Санау жіберіп керек алған қой естіп енді. отырмын бірінші рет. Қалай кезінде Тараз Қайрат ұтпаған жоқ финалда? Жоқ. 2-1 деп Қайрат ұтты. Есіл богатырлар болған Болған жоқ. жоқ. Аксес голның бірегізді. Олар болған жоқ. 10 команда жалпы Қазақстан чемпионатын ұтып алды. Біле жүріңіздер. Бек, келесі сұрақ сізге. Бұл демек Локомотив деген чемпион болды ғой. 2009 жылы. Астана. Локомотив. Астана деп саналған жоқ. Локомотив болған жоқ, олар екінші орын алды ғой. Кейін Астана ретінде алды ғой. Қазақстан кубогының финалында ең көп рет ұтылған команда. Осыны кеше ғана эфирде айттық. Осыны Батыстың командасы, иә? Дәл өзі. Атырау ғой. Атырау. 4 рет бас шықты ғой бұлар финалға. 3 жыл қатарынан және биыл Кеше ғана Ақтөбе мен Атырау матчын талқылаған кезде осыны айтқанбыз біз. Ең невезучий команда деп. көрініп біліп тұр. Атырау негізі бұл ақшасын қарасаң бүкілін алып алатын команда ғой. Иә. Бірақ финалға ең көп шыққан команда. Соңғы рет деп қоймын. Соңғы сұрақтар, бірінші айналым соңғы сұрақтар, мұқият болыңыздар. Бұл өте бір андай бір сұрақтар, өте қызық сұрақтар. Бұл нешінші сұрақ? Құйтұрғы ма? 5-ші. Жоқ, құйтұрқы емес. Бұл сандарды білетін трансфер маркет деген желіні көп қарайтын жандарға арналады. А сериясының ең қымбат қорғаушысы, Мәке. Бұл жерден логиканы да қосуға болады негізі. Италия А сериясын жалпы көресіз ба? А сериясы болғанда енді қатты. Ювентусты қараймын, Милан, Наполи, Интер. Осы 4 команданың ішіндегі Сіз атап кеткен. иә Примерно Интерде ойнайды ғой. Примерно дәл сол. примерно емес Жақсы иә келеді. Интерде ойнайды. Жоқ, өйткені Интерде енді анау Қытайлар ма нелер келген кейін көп адам сатып алды ғой.
сдачаға осы мықты бар. 24 жылғы еврода өте көп аты аталған. Өте керемет. Сары да, ну. Цветін білмеймін енді. Сары шашты. Кім еді? Соңғы подсказка берейін. Нестаның аттасы ғой. Алессандро. Демек, фамилиясы Алессандро. Баса көкті ешкім кіріп келмейді екен яқын. Мәке жауап. 25 жаста. Бұл енді Александрас көп емес, бұның аты атақты. 70 миллион евро тұратын 25 жастағы игрок. Жас Қақтан игрок. келбеді ол? Ол ма? Ол қақтан келді? Кім? Жоқ, кім Мәке? Сол игрок қақтан келбеді? Білмеймін. Интердіктің өзідікі. Бұл Александро Алессандро Бастони. Жауап қабылданбайды. Демек, Мәкеге бәрі Мен қабыл. білмеймін. Жақын болдыңыз. Оның ондай тұратын білмейді екен. Иә. ең қымбат Ендеше, игрок. Европада Италияның бетке ұстаған командасы. Ла Лиганың ең қымбат қорғаушысы Ербол. Ең қымбат қорғаушысы? Қазіргі таңдағы трансфермаркет Тура сайтының Александр Бастонимен жасты именно соның суммасымен де бірдей 25 жаста 70 миллион евро тұрады. позициясы да сол, нарықтағы бағасы да сол. Алессандро Бастони бұл Италияда ең қымбат қорғаушы, ал Бұл, Ла Лигада демек жалпы- қай команда ғой Ла Лигада ең қымбат футболшы? Бұл- Екі команда ойнайды ғой. Реал мен Барселона ғой енді. енді. Солардың жартылай қорғаушы кім? Бұл игрок Бұл кім? Қорғаушы ма или? Енді айтып тұр ғой, ең қымбат қорғаушысы. Ла Лиганың. Қорғаушысы ма? защитник, последний защитник, центральный защитник. Рюдигер емес қой енді, Рюдигер емес. Жоқ. Барселона ойнайды. Барселона. Барселона бұл сорлы бүкіл жеңілсе бүкіл ненің бәрі өзі осыған кетеді сөздің бәрі. Ол Сондай жеңілген жексұрын. соңғы кездері ойнамай да жүр ғой. Иә. Травма деп. Бірақ қымбат игрок. Бірақ қымбат игрок, талантты игрок. Маған ұнамайды өзіме лично. Ербол, сонымен жауабыңыз? Барселонаның қорғаушысы ең қымбат Ла Лигадағы ол кім? Бір, Қысым көспей қойшы қазір. екі. Қысым көрсетіп отырсың сен қазір. Қысым орысшасы қалай болады? Давление. Давлениең бар ма? Ойлануға. Ойлануға 10 секунд берейік Ербол. Барселона қорғаушысы ең қымбат. Енді не қалды өзі айтпағанымыз? Барселонада 4 қорғаушы бар Жоқ, ғой. Барселона фанаттары біледі да. Реал фандар мысалға оны. Ол Реал фандарды да өте жақсы білу керек. Бірақ Кезінде таниды. талай оны ұйықтатып гол ұрған Реал. Иә. Ербол, Пикеден кейінгі жексұрын. Фамилиясы ұмытып кеттім. атын Атын айтсаңыз. айтасызшы? Аты. Атын да білмеймін десеңізші. Атын кеттім. Францияның ұлттық құрамасының ойыншысы. Есіме шығып Қой кетті. Францияның кім еді? Францияның кім? Жарақат бастаған. Рональд Арауха. А? Рональд Арауха. Арауха, Франция иә. келіспейді Ау. Жоқ, қайда Франция? Кешіріңдер онда. Кеттік. Есіме шығып Бек, кетті ғой. соңғы сұрақ. Бірінші Мына енді айналымның Бек сен соңғы сұрағы. шашып АПЛ-дың ең қымбат қорғаушысы. Саған Осы оңай бар ғой, келіп тұр. ең жаман сөз бар ғой, сен шашып тастайсың деген нәрсе бар ғой, андай бір адамды таппай қалса жексұрынға жібереді да, сосын келесі турларға әсер етеді. Арсеналда ойнайды. АПЛ-дың ең үздік қорғаушысы. Болды, бұл жерде 23 жаста. Бұл жоқ. Енді сен айтып отқаның жаңағы Францияның құрамында ойнайтын осы ғой негізінде, иә, бағана сен айтып отқан Францияның құрамында Иә. ойнайды дегенің. 80 миллион евро тұрады. Вильям Салиба. Дұрыс, тамаша, міне Айттым ғой Вильям шашып Салиба. тастайтын дедім. Арсеналдың несісің ғой, фанатсың. Құрметті көрермендер, осылайша бізде бірінші айналым аяқталды. Ендеше бірінші айналымда кім қанша ұпай жинады, оны бізге қазір Қайнар айтып береді. Бірінші айналымда енді аса қатты бір не болған жоқ. Тартысты ойын бола қойған жоқ. Өте көп уақыт кетті, ойланды, бірақ соның ішінде осы бір керемет 5 сұрақтың үшеуіне дәл жауап берген бізде Марат Достаев, Марат Достаев, Шупай. және Ербол Қайыровта 2 ұпай, Керемет, тамаша. Бекшматта 4 ұпай. Міне осылайша бізде лидер анықталды. Бекшматта 4, Марат Достаевта 3, Ербол Қайыровта 2. Бірақ алда әлі өте көп бізде сайыс бар, 2 сайыс бар. Дәл сол екінші сайысқа біз қазір тоқталуды жөн көрдік. Ендеше екінші айналымның ережелері. Екінші айналым бізде өздеріңіз жақсы білетіндер, алдарыңызда көгілдір экраннан әр команданың жасырын эмблемасы, я болмаса бір қаланың туы, яғни жалауы және команданың атаулары жасырылатын болады. Егерде кезекпен жауап бермесеңіз, қасыңыздағы қатысушы тетікшені басу арқылы сол сұраққа жауап беріп, еншілеріңізге ұпайды алсаңыздар болады. Өте тартысты болу керек. Кім жылдам, сол кісіге ұпай бұйырады. Басқанан кейін тетікті бірден 3 секунд ішінде жауап беруіңіз керек. Егер 3 секундта жауап шықпаса, онда келесі екінші қарсыластар дегеннен кейін кім бірінші басады, сол қатысушы жауап береді. Ендеше сіздер дайын болсаңыздар, бір рет тексеріп алайық тетіктерді. Марат, Ербол, Бек,
міне біз қарап отырмыз, кімде жаңып кетеді, сол бізде шығады. Ендеше бірінші фото сурет, бірінші футболшыны атаңыз. Ведран Чорлука. Ведран Чорлука, міне тамаша. Дұрыс, Ербол Қайыровта 1 ұпай. Тамаша. Келесі. Келесі фото сурет. Сильвестр, Микаэль Сильвестр. Тамаша, міне Микаэль Ербол Сильвестр. Бек Шматпен теңесті. Екеуің кнопкаларыңыз істей ма негізі, братан? Бір тексеріп алыңыздар. Келесі үшінші фото сурет. Ербол. Салари Сатяга. Тамаша. Ербол, не істеп жатсың сен? Қатты дайындалыпсың ғой, Ербол сен. Мүмкіндік берсеші қарсыластарына. Келесі фото сурет. Биелса Марсело. Тамаша, Марсело Биелса. Осымен бітіре саламыз ба? Жоқ, бұл тек қана бір ұпай. Да, Алда кеттік, келесі. әлі бірнеше фото сурет бар, ендеше соның келесі. Бір, екі, Қабылданбады. үш. Қарсыластар. Рафа Силва. Рафа Силва. Дұрыс, Бек Шмат. Бірінші ұпайды Бек Шмат алды. Келесі фото сурет. Ербол. Қабылданбады. Қарсыластар. Болды Ербол, үндемеңіз, мүмкіндік жоқ сіздерде. Бұл төреші. Атақты төреші. Жоқ, үндемеңіз. Бек. Кім ғой мынау? Кім? Талай финалды сурет еткен. ММДен Розетти. Болды, уақыт. Мәке, сізде мүмкіндік бар 3 секунд. Тетікті басып, жауап беруіңізге. ММДенс. Білмеймін. Маркус Мерк дейсілер. Дұрыс, Маркус Мерк. ММДенс деп айтып тұр. Тамаша, Марат Достаев ойынға оралды. Шаш қара сияқты еді ғой. Бояп қойдық әтейін, шатастырып. Жылдар не істетпейді. Қолдарыңызды дайын тұрыңыздар, Мәке. Келесі. Ербол. Камерун. Жоқ, Сенегал. емес, қарсыздар қабылданбайды, айтып қойды, Сенегал деп. Ерболды келесі жол осылай болса, Ол болмайды ғой. бір ұпай шегереді. Саналмайды оны, сен еще брат. Екінші Просто баста сурет шықпай жатып басасында, ойланып сол кезде жауап бересің, еще дұрыс емес. Екінші жауап берген Марат Достаев. Сенегал. Дұрыс. Тамаша. Негізі білсеңіздеріне басу керек бұл жерде. 3 секундтан кейін. Бір ғана жауап қабылданды, егер дұрыс болмаса, уже қабылданбайды. Келесі фото сурет. Бұл қай команданың футболшылары? Көтеріліш, кім? Лиц қой? Дұрыс емес, қарсыластар? Суонси. Дұрыс, Суонси футболшылар. Кеттік, напряженка басталды бізде. Жігіттер барлығы жақсы. Тек қана бұл екінші тур, бір пайдан беріледі. Уайымдамаңыздар. Келесі менің бір ең сүйікті футболшыларының бірі. Футболшы әйел қыздарымыздың бірі. Бұл? Лиза Байрамай. Дұрыс емес. Қарсыластар? Мен танымаймын. Мәке, өзіңіз. Қыздар футболын қарамайды екенсіздер сіздер. Білмеймін. Білмейсіз бе? Принц дейсілер. Дұрыс, Бергит Принц. Тамаша. Бисалайш деген дұрыс шығып отыр ғой, братан? Жоқ, енді атақтылар бар, Марта. Двукратный чемпион. Байқадың ба? Немістер деген тауып отыр да. Маркус Мерк, Бергит Принц. Тамаша. Келесі үш-ақ не қалды? Бұл енді атақты футболшылар, қазіргі таңдағы прайм футболшылар. Кеттік. Бек. Гераси. Тамаша. Бұл Серу Гераси. Бекта, міне көздерін жақындадыңыздар бізге. Енді келесі футболшыны бізге атай қойыңыздар. Ербол. Косело. Кім? Косело. Дұрыс, Косело. Есіме қалдым да мен. Дұрыс, бұл Косело. Қазір қайда ойнайды Косело? Кім біледі? Аль-Гарафада ойнайды. Аль-Гарафада ойнайды. Ендеше соңғы фотосурет қалды. Бұл жерде бізде бір клубтың эмблемасы жасырылған. Кеттік. Ербол, 3 секунд. Жауап? Жоқ. Қарсыластар? Валансиен. Валансиен. Дұрыс, өте тамаша. Француз ғой, Франция мүмкін. Міне, осылайша бізде тез андай бір напряженканы сезіп отырсыздар ма? Өйткені 1 миллион теңге кім алып кетеді? Бұл біз 3-ші турда білетін боламыз, ал қазір 2-ші турдың қорытындысы. Қайнар? Құрметті достар, айтсам сенбейсіздер, 2-ші турда барлық қатысқан 3 қатысушы да 7 ұпайдан жинады. Не деген қарсыластық. Ербол жалпы жаңа басында өте дара шапқан, кейіннен Бекпен Вообще қосқанда екінші турда Ербол 5 ұпай жинадыңыз. Марат Достаев 7 ұпай, Ербол Қайыров 7 ұпай, Бек Шмат 7 ұпай. Міне, қандай финалға татитын. 3-ші турды біз қайтадан 0-ден бастайтын боламыз. Демек бізде 3-ші турдың алдында бүкіл жігіттерде 7 ұпайдан, бірақ бізде 3-ші турдың кім бастайды? Бірақ бастағанын бұрын бізде қазір Қайнар енді ережесін айтып кетеді ғой.
Құрметті достар, әнімін дегенше біз өзіміздің финалдық түсірілімнің финалдық айналымына келіп жеттік. Өздеріңіз жақсы білесіздер, алдарыңызда сұрақтар және ұяшықтар беріледі. Бірінші тақырыбы, екінші ұяшығы және сол ұяшықтың санына қарай ұпай берілетін болады. Бірінші ұяшық тақырыппен тыңдасаңыздар 1 ұпай. Енді ұпайдың көптігіне байланысты сұрақта қиындай бастайды. Логикалық сұрақтар да болады және 5-те оңай болып қалуы мүмкін, 1-де қиын болуы да мүмкін. Сондықтан да жақсылап ойланып барып таңдаңыздар. Ендеше бүгінгі біздің тақырыптар бұл Родри, футболшыға алтын допты ұтып алған қазір испаниялық футболшы, PSG клубына арналады, әлем чемпионы және рекордтар 4-ші бұл тақырып. Барлықтарыңызды 7 ұпайдан кім бастайды? Осыны шешіп алсаңыздар. Мәкеңе қайтадан жол бересіздер ме? Бек, Ербол, әлде Бек бастасын ба, әлде Ербол бастасын ба? Үшеуіңізде де 7, негізі кімнің ұпайы көп сол бастау керек еді. Иә. Үшінші турдың ережесі бойынша. Бірақ қазір үшеуіңізде де 7, өте қазақтың киелі саны. Үшеуің де мен үшін Криштиану Роналду болып тұрсыңдар қазір. Үшеулерің де краш болып отырсыңдар ғой қазір. Иә. Бек, Ербол, тек қана біреулеріңіз ғана 1 миллион Или теңге Сулифа ұтады. жасайық. Кім? Қалай келісесіздер? Кім бастайды? Сіздер айтсаңыздаршы. Бізге бәрібір өздеріңіз шешіңіздер. Ертең күні ойбай Бекті айттыңдар, Бек бастап Боқтай беруге болады ғой, секілді. иә? Боқтай беруге. Бізге похуй. Сулифа жасаңдар. Жарайды, мен бастай берейін. Жоқ, қаласаса келсе ме? Жарайды, мен бастай берейін дейді ғой. Мүмкін Мәке мен айтады, мен бастайын дейді. Бастасын, Ерекең. Сосын екінші кім? Білмеймін, өздеріңіз қараңыздар. Бізге бәрібір. Жарайды, Сулифа болсын. Сулифа болса Өте керемет. Тамаша. 1 миллион үшін Сулифа. Ербол бірінші. Қайыр бірінші бастай. Сулифа. Ербол жоқ, сен ермес. Екінші Мәке. Иә, солай болу керек еді. Демек жігіттер қараңыздар. Бек Қазір өздерінің тағдыры. бір сұрақ тек Ербол сізге, Марат сізге, Бек сізге қойылады. Егер бұл сұрақтың жауабын 10 секунд ішінде айта алмасаңыздар, подсказка мүлдем берілмейді. Өйткені бұл ең маңызды үшінші тур. Өздеріңіз ғана ойлайсыздар, ешкім сізге мешет жасамайды. Егер сіз жауап бермесеңіз, Ербол мырза, қарсыластар деген кезде сіздер басып сол сұраққа жауап айтуыңыз мүмкін. Немесе ана бізде бір қарсылас не болды ғой, бір шоуда. Үшіншісі бәрін күтіп алады да, бәрін вариант несі алады да, үшіншісіне мынау деп жауап беретін деген тактикада бар. Ендеше Ербол, Родри, PSG әлем чемпионаты немесе рекордтар? 2, 3, 5. Қайсысын таңдайсыз? Родри 2. Родри 2. Кеттік. Ендеше бұл Родриге арналады. Родридің мансабындағы ең алғашқы клуб. Родридің мансабындағы Ең алғашқы клуб. Сіздер Ешкім білсеңіздер, үндемейді. алдын ала басып қою керексіздер. Жоқ. Иә. Тек қана бұл Ерболға арналады. Атлетикада бастады ғой енді. А? Атлетикада бастады ғой мансабы. Жауап, соңғы жауап. Сенің соңғы жауап Атлетико? Жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар? Вильяреал. Дәл солай. Вильяреал. Тамаша, 2 ұпай. Бек Астана қарсы ойнады. Вильяреалға ойнады ғой. Иә, Астанаға келді ғой бұлар, иә? Атлетикаға кетті, Иә, есіме Атлетикаға кетті. Седрик Бакамбумен бірге ойнады ғой бұлар. Міне көрдіңіздер, бізде лидері Бек. 17-ке ойнады ғой Юрий Лагменко бәрі, сол шығып кетті. Марат Остаев, бірден алға Мен тыным кезінде ойнаудың өзі қиын ғой. Да, кет. Мәке артқа бір шаг істеді. 8. Құлаған надан қаласын PSG 5. PSG 5. Енді кеттік. Соңғы 10 жылда PSG мен саны жағынан ең көп титул ұтып алған бапкер. Соңғы 10 жылда өз PSG-да бір 7-8 бапкер болды ғой енді. Сол бапкерлердің ішінде PSG мен ең көп титул ұтып алған кім? Ең көп титул ұтып алған ба? Иә. Біз үндемейміз. 10 секундыңыз бар. Так. Жандриго болды, содан кейін анау болды. Мәке жауабыңыз. Давай кім дейікші, анау. Кім еді? Арық. Челсидің несі болған. Тухель ме еді? Томас Тухель ме? Томас Тухель. Соңғы жауабыңыз ба? Не? Дұрыс емес. Онда келді Тухель. Бапкер ма сонда? Иә. Сұрақты тыңдамайды екенсіздер. Соңғы 10 жылда PSG мен ең көп титул ұтып алған бапкер Бек. Лоран Блан. Лоран Блан. Тамаша, 5 ұпай. Бек Шматқа бұйырды. Мен біліп тұрмын, просто неге басу керек пе сонда? Иә, басу керек. Ербол, дұрыстап мұқият тыңдаңыз. Бек, өзіңіз енді. Жеке дара көш бастадың. 7 ұпай, артық 14 болды енді. Рекордтар 5. Рекордтар 5. Қай команда 2007-2008 жылғы АПЛ маусымында 32 ойын қатарынан жеңіске жете алмай Англия чемпионатын антирекордын орнатты. 2000 қанша? 2007
2008 жылы АПЛде жалпы 32 ойын қатарынан жеңбеген антирекорд орнатқан енді клуб. Үндеме, жоқ, үндеме жоқ. Подсказкада болмайды ғой бұл жерде, иә. Полит кеткен командаңа напротив қой, сен Арсеналың ұтылмаған ғой вообще мүлде бір жылдары. Білем ғой. Демек, бұлар керісінше 32 ойында бір тең есеп ойнады, ұтылды, бірақ ұтқан жоқ. Солай 32 ойын қатарынан ұшып кетті. Бұл команданың атаңыз 10 секунд. 2007-2008. 2007-2008. Мен айта алмаймын, басқа подсказка бермеймін, ренжімеңіздер. Тек қана таза өзіңіздің біліміңізге қараңыздар, сеніңіздер. Дерби Каунти. Тамаша. Дерби Каунти командасы. Дұрыс па? Иә. Дерби Каунти тамаша. Бес ұпай, бек шмат. Бек Шмат қатты дайындалып. Тамаша. Сен кәдімгі Ринаттың айтып дайындалғанда дайындалып шықсың ғой ойынға. Ербол. Әлем чемпионаты 5. Әлем чемпионаты 5. Өзіңізге сұрақ қойылады, мұқият болыңыз. Әлем чемпионатында ойнаған ең егде футболшы. Роже Мила. Ойлаңыз, бір 10 секунд бар. Әлем чемпионатында ойнаған квалификация емес, финалдық несінде, группасында, плей-оффта болсын, ең егде футболшы кім? ПП. Соңғы жауабыңыз? Әлем чемпионатында ол 22-де, иә? Уақыт. Әлем чемпионатында ойнаған ең егде футболшы? Роже Мила. Дұрыс емес. Қарсыластар? Кім шығар? Ойнаған шығар? Сборная Японияда Миура. Жоқ. Дұрыс емес? Қателес. Рафаэль Маркес. Дұрыс емес. Бұл Фарид Мандрагон. Колумбияның қақпашысы. Қақпашы ғой, Галатасарай. Қақпашы, 43 жас, 3 күн. Егде соққан. 2014 жылы Колумбия Японияға қарсы Сіздер ойнады. 2022 деп айттыңыздар ғой. Жоқ, 22 деп өзі Әлем айтып отыр, чемпионаты Пепені. деп айттық. Жаңа Ерекең просто 22 деп ойладым, сіздер 22-ші жыл деп айттыңыз. 22-де деп ойладым ғой. Сұрақ дұрыс түсінбедіңіздер ғой, мұқият тыңдаңыздар. Келесі бізде Мәке өзіңіз. Родри 5 жаба салайық. Родри 5-ті жаба салайық. Таппайын деп. Ман Сити мен Испания құрамасынан бөлек Родри тек бір ғана трофей ұтып алған. Ол қандай трофей? Түсінбедім сұрақ. Ман Сити мен Испаниядан бөлек Родридің мансабында тек бір-ақ трофей бар. Бұл клубтармен, құрамамен алмаған. Бұл қандай трофей? Значит, басқа Атлетико немесе Вильярреалмен ұтып алған бір-ақ трофейі бар өзі. Сол трофейді атаңыз. басқа клубпен алғаны. Чемпионат Испания шығар? Жоқ, дұрыс емес. Еуропа Қарсыластар? лигасы ма? Басу керек? Еуропа лигасы ма? Дұрыс емес. Жауап? Қазір. 1, 2, 3, 4, 5. Бек, бастыңыз сетікті. Бұл Испания кубогы? 2018 жылғы Атлетикомен ұтып алған УЕФА супер кубогы болды. Оған дейін Родри түкті Мен жаңа негізі сіздің жауабыңызды айтайын деп тұрғанмын негізі. Өйткені Атлетико Мадрид ұтты ғой финалда, Арсеналды ма біреуді айырып жіберді ғой 2018-де. Олимпик Марсельді. Өкінішке орай Сол ма деп ойлап отырмын. Родри 5 ұпайы Родри ойнамаған екен ауада көктемде. қалқып Жазда ұшып келген де кетті сонда. көз алдымыздан. Жоқ, дегенмен де қалған сұрақтарға дұрыс жауап берсеңіздер, жетіп алуға мүмкіндік бар. Нема бұ? Бек, өзіңіз. Родри 3, PSG 2-3. Әлем чемпионаты 3. Әлем чемпионаты 3. Әлем чемпионатында ең көп гол соғылған кездесуде қандай құрамалар ойнады? Бұл 2014 жылы рекорд тіркелді. Мирослав Клозенің рекорды тіркелді. 2014 жылы бұл полуфинал Бразилия, Германия арасындағы ойын 7-1 болған. Жауабыңыз матч. Осы болды ма? Жоқ, гол соғудан рекорд орнатылды ғой. Бір ойында мынанша гол соғылды. Бір ойында ма? Ол общий чемпионат мирада ма? Жоқ, Бір ойында. Бір ойында? Онда бұл 2002 жылғы бұл Бразилияның матчы бұл. Кіммен? 2002 жылы Бразилия мен Германия финалда ойнады ғой. 2-0 ғана болды ғой? 2-0 болды ғой. Ол 7-1 болған 2014 жылы. Жоқ, сұрақ бар ғой. Общий чемпионат мираның тарихында Аңғара, бек саған түсінікті болу үшін айтайын. Әлем чемпионаты ең көп гол соғылған кездесу қандай құрамаларда ойнады? 1954 жылы бұл матч. Бұл тек қана бір әлем чемпионаты емес, жалпы әлем чемпионаты. Бүкіл тарихын бойынша. Жауабыңыз болды, Бек, уже көп ойланып қойыңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі? Жауап жоқ. Қарсыластар? Бразилия 8-3 есебімен жеңді. Жоқ, дұрыс емес. Мәке, өзіңізде мүмкіндік бар. 1954 деп айтып қойды Қайнар. Бұл қайын. 54? Иә. Қандай құрамалар ойнады? Венгрия, Чехословакия. О, тамаша, дұрыс деп. Дұрыс емес. Австрия, Швейцария 7-5 есебімен аяқталған ойын. Бәрі бітті ғой. Енді түсіндіріңіздерші, былай. Мен логикама түсінген жоқпын просто. Несі?
неге әлем чемпионатының тарихындағы ең көп гол соғылған матч па? иә иә сөйтіп сұрақ қойды. Мен Сөйтіп қойдық қой. бомбардирлер рекорд тіркеген матч деп ойлап отырмын ғой. Бомбардир өз өзіңе деген сұрақ сөз тауып ғой. алыпсың ғой бауырым. айтыскер ақындар қиын екен. Қиын. Ербол. Әлемі бөлек. Домбырасы болса да сөйлей алмайды. Родри 3. Родри 3. Демек, Родрimiz қазір несін жабамыз. Родри 3 бізде. Родри қай құраманың қақпасына Испания сапындағы алғашқы голын салды? О, Өзі көп гол соқпайды бұл жігіт. Иә, бірақ золотой мячты алады. Бірақ қиындау мықты екен. мықты гол. Ау? квалификацияда соққан. Білмеймін, айта алмаймын. О. Бұл сұраққа өздері жауап Қиын, беріңіздер. қиын. Родри Ең- Испания сапында ойнап тұрып Испания сапындағы ең алғашқы дебютный голы. болды. Басқа пас. Түсініп тұрмын енді. Ондай ойыншылардың дебюттерін қарамайсың ғой енді. Комментатор болсаң да Бірақ қалай? қадағаламайсың. Родри әлем золотой мяч Кез ұтқан. келген ойыншының дебюті болды ғой, сонда мұқият қарамайсың ғой. Неге? Қарау Родри керексің ғой золотой? сен лимончонға шығатынын білдің ғой сен А? 2024 жылы. Дайындалмадың ғой. Родри алтын допты ұтып алған жігіт. Родри алтын доп ұтып алған жүр. Білесің ба ол туралы? Винисиус ұтып иә. кеткен, иә. Ну, алтын доп ұтқан командалардың, ойыншылардың көбісі не? Білмеймін, өзіңіз қараңыз. Мен мысалы үшін Родри туралы Винисиустар, жақсы нелерім бар. үміткерлер бар мысалы. Или Демек- екеуі жақсылап ұрысып аласыңдар ма? Демек, кім? Қай құрама? Швейцария болсын. Былай істей салыңыз. Дұрыс емес. Қарсыластар? Албания құрамасы. Дұрыс емес. Тренерден сондай болып қалды ойын. Испания группада ма бір жерде ұрған шығар. Енді қай командаға қарсы? Өте бір атақты команда тоже. Үндемеңіз, үндемеңіз. Хорватия болсын. Жоқ, менде ойлағанмен Германияны қайтадан айта беремін деп. Бұл Германия құрамасы 2020 жылы Ұлттар лигасында керемет гол соққан. Мүмкіндік болса, сол голдың бір жерге Испания мен Албания ойнады ма осы? шығарамыз. Неге мен миыма сол? Ойнады. Кім Еврода Германия мен Япония ойнады да, Япония Германия деп, албандарды Испания ұтып шығып кеткен группадан. Германия шығып жіберген сөйтіп. Сондай бірден келіп тұр. Бәрін қайтадан басынан бастаймыз. Ербол, өзіңіз. PSG әлем PSG чемпионаты рекордтар. PSG 3. 3 кеттік. Чемпиондар лигасында PSG сапында ең көп ойын өткізген қақпашы. Чемпиондар лигасының Чемпиондар PSG-ның сапында лигасында PSG сапында ең көп ойын өткізген қақпашы. Кейлернамыз. PSG-ның сапында Кейлернамыз, Донарума ойнады. Сальваторе Сириги болды. Чемпиондар лигасында PSG сапында ең көп ойын өткізген қақпашыны атаңыз. Иә, Буфон өзі ойнады. Кім? Буфон. 10 секунд өтіп кетті. А? 10 секунд өтті. топовый үш-ақ вратар ойнады ғой жалпы PSG. Сальваторе Сиригиу, Буфон ойнады, кім? Донарума ойнады, Кейлернамыз ойнады. Енді соның ішінен ең көп өткізген. Бұл жігіттер бар. Донарума списокта. болсын. Соңғы жауабыңыз? Мен осы сұрағым күшті. Соңғы жауабыңыз. Иә. Соңғы жауабыңыз болды, Ербол. Донарума. Дұрыс емес, қарсыластар? Келлер Навас. Дұрыс емес, Мәге? Сиригу шығар. Сальваторе Сириу. Солақ қалды. Жоқ, менің подсказкамды пайдалан. Тамаша. Шуфа. Мәкең. 30 ойын Мәке өткізген. әдейі істедіңіз ғой сіз. Донарума 29. Ауадан келген үш ұпайын шықты. Донарума 29, Навас 24 ойын өткізген. Егер сіз А Сиригиуда қанша? 30. Донарума екі рет шықса, Лига чемпионатта енді ол атанады жақында. Мәке, егер сіз ұтсаңыз, Ерболға бір 50 мың теңге бере салуыңыз керек еді. Жоқ, 12 мың. Смело. Кеттік. Мәке, өзіңіз таңдаңыз. Рекордтар үшті жабасылай. Рекордтар 3-ті жабайық. Бір клуб сапында ең көп ойын өткізіп, рекорд орнатқан футболшы. Қалай? Бір клуб сапында ең көп ойын өткізген футболшы. Тарихта, рекорд. Бұдан артық бір клубта ешкім ойнамады. Сіз жауап бере алмайсыз, 10 секунд Мәкеде. Түсініңіз ғой сұрақты? Бір клубта ең көп ойын өткізген футболшы. Сөйтіп рекорд Ойын ба, ойнайды. гол ма? А? Ойын ба, гол ма? Ойын деймін, гол емес. Тотчи болсын. Соңғы жауабыңыз? Тотчи. Қарсыластар? Мальдини. Дұрыс емес. Бек. Ең көп ойын өткізген ба? Бір клубтың Әлі сапында. ойланып отырмын, иә. Европалық клуб Айта па? алмаймын. Бұл жерде подсказка болмайды. Өте атақты команда. Кеттік. Бек. Месси? Жоқ. Бұл Рожерио Сени, Сан-Пауло. Оны ешкім білмейді да ғой. Қалай білмейсіңдер? Ең көп соққан Мальдини қақпашы. да қаншама жыл ойнады ғой. Жоқ, тексеріп алыңыздар. 88-де дебют жасады. Сениға қарағанда Тотти көп 2006-ға ойнаған ғой. дейін 1197 ойын ойнаған. Тотти енді мүмкін Бір командада. қақпашын білесіздер ғой, кез маусымда бүкіл ойнайды. Иә, дұрыс. Ол да Тексеріп мүмкін, иә, алыңыздар. ол Бұл да жерде мүмкін. тексеріп алыңыздар. Не Кеттік, іздейсіз? қайтадан бастаймыз, иә? Ербол, сіз. Дұрыс па? Неге? Бек Мен Бек таңдадым қой. қазір. Бек, Бек бар ғой. Бек. Мен ба? Дұрыс па? Жоқ, Бек Бек. па? Иә, Бек. Бек Мен дұрыс таңдадым ғой үшті. Рекордтар Сіз үшті. жаңа просто Ерекеге екі рет қатарынан бердіңіз ғой.
қой. 2 рет қатарынан беріп жүрдіңіз ғой. Мәкеге кететін кезде Ереке 2 рет алды. Ол Сильвинио үшін Сіз ғой енді шатасып қалдыңыз бір ұпай просто. алып тастаған ғой. Басынан бастаймыз дедіңіз да. Кеттік. Онда кім бірінші кім болды? Сен таңдайсың ба? Онда Мәке тоже 2 рет таңдайды қазір. Сосын мен де 2 рет таңдай саламын да, сол кезде әділ Үшеу болады. ақ қалды ғой. Дұрыс қой, Мәке жоқ бір- таңдай дұрыс берсе қой, сен Хорошо, онда алғызсың. үшеуміз Жоқ, бір-бірден дұрыс қой. таңдаймыз ғой. Мәкең бір мәрте таңдайды, Бек 2 мәрте таңдайды, соның үшеуі жабылады ғой. Жоқ, Үшеумізге сұрақ қалды ғой. Үшеумізге бір-бірден қалды ғой, үшеу. Иә. Маған Бек. әлем чемпионаты 2. Әлем чемпионаты 2. Әлем чемпионатының тарихында ең көп жеңіліс тапқан құрама. Блин, неге осындай келеді? 2 деген нәрсе самый элементарный сұрақ болу керек қой. 2 гол соққан кім? Клозе деген сияқты да мысалы. Бұл өте оңай сұрақ. Ең жеңіліс көп тапқан. Иә, бұл бәрін білмеймін енді. Лимон шоуның финалында ойнаған Бұл- жігіттер бұны білу Жоқ, керек. мен жауап беріп алайын да, ағалар. Саған давление жасап отыр. Сен ұту керек, саған жету керек. Егер қазір Мәке жауап Бұл берсе, ең көп жеңіліс тапқан Сауд Арабиясы. вау, дұрыс емес деп па қарсыластар? Қытай. Қытай? Көп Қытай? ойнады олар, иә. Қытай өзі әлем чемпионатында шыға бермейді ғой. Ойнады ғой бұрын. Логика болса керек. Мәке жарайды. қойшы. Германия дей ма қандай тағы? ең көп Жеңіліс тапқан құрама. 10 жеңіліс секунд. тапқан құрама менің ойымша ол Германия десе, қадалып. Бүгін бәрі Германия болып отыр ма? Дұрыс болып кетсе же. дұрыс кетсе Кім? Қай құрама? Жауап? Ресей болсын. Жоқ, Ресей емес. Бұл енді бұл жерде логиканы қосу керек қой. Демек ол чемпионат, әлем чемпионаты Мексика көп шығу ғой, керек. Мексика. 26 ойында ұтылған. Бәрінде қатысады ғой, Мексика, білесіз Сол ба? ұтыла береді. 2 рет группадан шыққан қалған бәрін ұтылған. Анау не баратардың аты мықты только сборныйда қатып тұратын. Ачао ме де? Очо. Очао. Кеттік, Ербол. Рекордтар 2. Рекордтар- Қалған жоқ па? PSG қалды и рекордтар 2 қалды. Рекордтар 2. Кеттік. Рекордтар 2. Бұл клуб 62 ойын қатарынан жеңіліс дәмін татпаған. Демек, ұтылмаған. 62 ойын қатарынан клуб? ұтылмаған. Бұл клуб. 1915 жылы басталған серия тек 1917 жылы аяқталды. Бұл қай клуб? Именно сол жылдары не үшін аласыңдар? Түсінбедім. 2 жыл Рекорд. Бұл әлі... Қазақстан футболы қайда? Қазақстан футболында рекорд жоқ қой. Рекорд жоқ бізде. Руслан Балтиев пен кімді ғана айтасың? Бақтияр Жаңағы Зайнеддинов. Бақтияр Зайнеддиновты. Самат Смақов туралы айтамыз. 2 жыл бойы жеңілмеген. Бұл чемпиондар лигасын жүргізіп отқан комментатор үшін оңай сұрақ негізі. Бұл бәр жерде бар рекорд. Осы клуб екен бұл. 1917-те басталды, иә? Иә. 15 жылы басталды, 17 жылы аяқталды бұл сериясы. 62 ойын қатарынан жеңілмеген. Кім бұл? Қай клуб? Бұл танымал клуб емес қой енді. Танымал емес деп те айтуға келмейді, танымал деп айтуға да. Ортан қол команда. Мен айттым ғой, чемпиондар лигасы дедім жарайды. Бір подсказка болды. Болды, осымен үндемей қой. Бұндай рекорд Бекіреди. комментаторлар. Португалиялық па деп қойғаншы? Білмеймін. Ербол, жауабыңыз? 1 2 Өте қиын сұрақтар бұл. Финал сіздер, лайықсыздар бұл сұрақтарға жауап беруге. 6 Мәкесі білесіз ба? 7 8 Германия, 9 Бавария фат бұл. 10 Жауап? Көлін болсын жарайды. Көл? Иә. Жоқ, дұрыс емес. Германия. Шотландский Селтик па? Шотландский Селтик. Тамаша! Өйткені Байер рекорд жаңартты ғой. Иә, білемін. Сол кезде шықты да мына Селтик деген. Байердің рекордын бұза алмады, әлі күнге 52 матч бұларда, аналарда 62 деп шықты да. Осы есімде қалып қойыпты. Мәке, соңғы сұрақ өзіңізге. PSG 2-ні мен ойлана қоямыз. келе PSG 2-ні таңдадым. Онда мен сізге былай қойын. Трансфер маркет нұсқасы бойынша PSG-ның қазіргі таңдағы ең қымбат футболшысы. Болды. Осымен біздің тақырып жабылады. Үндемейміз. PSG-ның қазіргі таңдағы ең қымбат футболшысы. Дембеле дейсіз. Не, білмеймін, Дембеле ше? Дембеле ме? Дұрыс емес. Қарсыластар, Ербол. Витиния ма? Кім? Витиния? Жоқ, дұрыс емес. Баркаля? Баркаля. Тамаша, Бек. Жеңісің құтты болсын. Осылайша, құрметті көрермендер, біздің финалдық айқас аяқталды. Лимон шоуының бірінші шығарылымының осы енді жаңа жылға ойластырылған, жаңа жылға бір тұспа-тұс келген шығарылымда кім ұтқанын біз қазір сіздермен білетін боламыз. Қайнар, сөз өзінде. Өте керемет, тартысты. Бәріміз біліп отырмыз. Тартысты финал болды. Интрига сақтайын ба, кім жеңгенді? Ербол дейсіз ғой. Кім жеңді? Камерамен ұратын сияқты ғой мен аяқтан. Өте керемет болды. Бұл жерде енді жаңа өте жай басталды финал, бірақ соңына қарай өте қызып кетті, тартысты ойын болды. Бұл жерде енді шынымен де айтыскерлердің нақты айтысқа дайындалып шыққан сықылды. Осы жерде жаңа профессия жеңіп кетті.
кәдімгі тыңғылықты дайындалып келген адам жеңді. Бұл жерде бізде енді Ербол Қайыров өте тамаша екінші турда бомбардир болып бастадыңыз, бірақ сол Криштиану Роналдумен қалып кеттіңіз 7 ұпаймен, өйткені сіз ешқандай не таппадыңыз. Және Мәкең бүкіл баратарлардың ішінде ең соңғысын тауып 10 ұпаймен екінші орын иеленіп отыр. Және бізде дара шапқан, жалғыз өз артынан шаң шығармай ағаларын адастырып Шаң шығарып десейші. Бек Шымат 23 ұпай, Лимон шоудың жеңімпазы. Айтыскер Өткенде де 23 ұпай алдым ғой, өткенде де 23 ұпай. Сенің сүйікті саның 23 бауыр. Мен білесіз ба кімге хабарластым? Мен Ермұхамед Мәуленге, Жандос Байтілдіға бәріне звондап қойдым. Ей, мен сендерге хабарласам қазір деп звондаймын деп. Именно сөйткен кезде звонок Мен трубканы Нұрсұлтан Құрманға бір жағынан түсініп тұрмын, ол маған сәл көңілі неғып тұр. Мен ол кісіні шайға шақыру керекпін, бірақ өйткені ол проектке алып келген, осы проектке сол кісі мені. Ол мен сені алып келген. Ол мен сені алып келген деп бастасаң. Мен шақыр шайға. Соңғы нүктесін қойық. Енді Бек Лимон шоу туралы өзін 4 шумақ өлеңін 23 санын қостырып, Лимон шоуды қостырып, бір өлеңді арнап жүрсен, домбырасыз, сонымен біздің бағдарламаны бірінші маусымды құрметті көрермендер біз аяқтаймыз. Жоқ, былай істейік. Бек Шымат жеңімпаз ғой, түйіндесін. Мәке, бағдарламаға бір тілегіңіз? Тілегім осындай негізі контенттер көп болған дұрыс деп ойлаймын. Болашақта давайте вообще бір обширный бір үлкендеу болса вообще жақсы болады деп ойлаймын. Футболдық сауатымыз күшейеді, көбейсін. Рахмет Марат Достаев, рахмет сізге, құрметтеп Финалист болдыңыз, шырайлы Шымқаладан біздің осы жобамыз жүргізіліп жатыр. Аман болыңыз, әлі талай жобаларда көргіміз келеді сізді. Құрметтейміз, сыйлаймыз, сіз біз үшін Жайдарманның легендасыз. Марат Достаев, құрметті достар, қосылып қойыңыздар. Және Ербол Қайыров, Қазақстандағы екі тілде емес, өзінің керемет контенті бар, номер 1 комментатор деп айтсақ болатын шығар. Ереке, сіздің тілегіңіз? Қосылам толықтай Марат Достаевтың сөздеріне. Бағдарлама. Болды десек. Мен ренжідім, мен енді келмеймін деп. Шымкенттен келіп отырса, бұл кісі арнайы Германиядан келіп отыр. Бізге рахмет, ереке сыйлап, құрметтеп келгеніңізге. Және 5 түсірілімде өте керемет. Осы финалға да 23 ұпаймен шыққан, финалда да 23 ұпаймен жеңіп алған айтыскер ақын, журналист, футболдың жанашыры Бек Шымат, қошемет құрмет көрсетіп қойыңыздар. Бек, сенен тілек емес, сенен бір шумақ. Халықта күткен шығар сірә мені, айтылсын ақындардың бір әуені. Үш жігіт ақтықсынға келген кезде керемет кеш болып жатыр, тым әдемі. Шымкенттен Мараттай ағам келді, қазақ Жайдарманының құлагері. Федерацияға президент болып кетсін деп Ерекеңе арнаған дұғам еді. Рахмет, рахмет бұл жобаға қалдырмастан шақырып тұрсыңдар ғой мына мені. Жеңгеннен соң бас бәйге беріп жатқан Алталаш спорт полюстің куәгері. Сіздерге рахметімді айтайыншы, осындай кеш жасаған тым әдемі, доллар өсіп кризис болып жатқанда миллионер қылып шығарған мына мен деймін. Ой, тамаша. Сонымен құрметті көрермендер, біздің Лимон шоудың бірінші маусымы аяқталды. Бұл маусымның жеңімпазы Бек Шымат. Ендесе бұл жігітке қарсы сіздер шыққыңыз келсе, мүмкін болашақта біз осыны ұйымдастырамыз. Құрметті көрермендер, міндетті түрде біздің YouTube арнаға жазылыңыздар. Бірінші маусым аяқталды. Жаңа жыл құтты болсын. Қош сау болыңыздар.